Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге үндемейтін ит туралы ертегімді айтып берейін. Ерте заманда үй жануарлары, түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі, ит бас қосқан екен. Түйе тұрып, адамға деген менің пайдам көп, көшсе көйлекпін, сүтімнен шұбат жасап ішеді, жүнімнен киім-кешек тігіп киеді. Адамға деген менің пайдам көп деп мақтанған екен. Соны естіп отырған басқа үй жануарлары, сиыр, жылқы, қой, ешкі өздерінің асып-тасып, қасиеттерін айтып мақтанған екен. Ит болса үндемей, үн-түнсіз, көзін бір ашып жұмып жата беріпті. Бұны көрген түйе байқап қалған. Әй, салпан құлақ, сен неге үндемей жатырсың? Сенің айтар сірә ауза толтыратын сөзің жоқ болғаны ғой, деп айтқан сөзін қожайыны естіп қойып, әй, бұларың не? Ит болмағанда, ит сендерді күзетпегенде, әлде қашан қасқыр сендерді жеп түптеріңе жетер еді, деген сөзді үй жануарлары айтар сөздері қалмай қалған екен. Осымен ертегім бітті балалар, сау саламат болыңдар.